Пайғамбарымыз айтқан таразада ең салмақты сөз Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Мына таразаңызды салмақты қылғыңыз келеді, мына зікірді айтыңыз. Пайғамбарымыз айтқан калиматан хабибатан илар рахман. Екі сөз бар, екі сөз. Әрбір сөзді айтпайсыз, таразаға тартылады. Алла разы же наразы болды. Алла разы болған екі сөз бар екен. Алла жақсы көрген, Алла сүйген екі сөз бар дейді. Хабибатан илар рахман. Аллаға сүйкімді екі сөз. Хафифатан алал лисан. Тілге абдан жеңіл. Ал сөзді айтқанға қиыншылығы жоқ, жөнлі айта аласыз. Сақилатан фил мизан. Таразада салмақты ор. Қайсы сөздер екен? Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Айтайлы шығана? Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Мына